қалма. Маған сенбе, қасыңдағы сенбе. Алла тағала саған береді. Маған берген дүниені сізге де бермей ма? Неге сіз қорқасыз? Кім Аллаға сенеді? Кімнің Алла барына қол көтереді? Қатты сенетін керек қолды көтер, сенбейді де бір қолдармен отыра бер, сенбейді де. Сен барып сенбейсің ба? Көтер, биікке көтер қолды. Алла көрсін саған керек дүниең бар екенін. Неге бүйтіп көрсек қолдың жүні көріп қалады? Көтер қолыңды, биікке көтер. Сұрар, Алладан сұра, сол береді. Маған Алла тағала берген адаммын мен. Шырылдап өскен, шырылдауықпын. Алла береді, қолдың баяғыда Рафаэль ең алғаш қасында Москваға барғанда енді ол кезде тырысып отырасың ғой. Не күлерім, неменемен жетісіп күлем деген жанатын кісі айтты ғой. Неге күлуім керек мен? Артымда 17 бол кірлейді, үйім ескі, бойым 1,5 метр, басында шаш жоқ, не ішіп күлер мен? Бүйтіп тұр, ерлар, қолыңды бүйтіп тұр. Ол не үшін десін? Успех бұрылап алды адамдардың. Несін ұрлау керек? Қарындасың қолыңды көтер, жүнді көріп тұрсың, ділді көріп тұрсың. Бірақ саған байлық керек, байлық. Жаңа біреу айтты, азыр айтпай, кеше жақында ғана айтты. Сен шіреніп жүрген балаларың арнайы ғой дейді. Конечно, балаңды қосып мені ұқсап жүреді. Дархан басын деп рахмет. Күлсима, Руслан өлді. Қос балаларды. Қос. Шірен, ал шірен дегенде не істейді? Көрінбайтын сөйтіп келеді. Іші күйіп кеткен ғой. Сен де бәрі, мен Дарханды мен Руслан болмаса, түнді ағылайын. Алладан сұраған нәрсе берді. Я іштім, грас, диктациямен айланыстым. Ну и что, Аллада кешіреді деген бір күн бар екен ғой. Кешіріп тұрсыз сол күні. Бүгін сұрамасақ та. Алла кешіреді екен ғой. Кешірді ғой көнекемізді. Неге сіз содан қорқасыздар? Неден қорқыныш керек? Мен білмеймін. Малазияда тура баладай болып кеттім. Мен 62-ден 62 кетіп біратмай біле. Бұрын 61-се бір жасқа қойды. Неге? Алдап айтсам, мен 62-ден. 30-дан асқан жігіттермен кеше қанша мезгіл қыдырып жүрдім. 30-дан асқан жігітті кей кезде өкпе тақпадым, мен еркелейді. Көп ойладым, бұл әкең осы мен шал болып болсын да. Өт тастады ғой. Түмә мені олардан қаламын. Олардан қалса мен кәртайып қаламын. Құдай сақтасын. Бетім, бүйрегім неге? Міне сізге витаминдер керек. Сіздің спонсорыңыз көрсеткен нәрсе істей беріңіздер. Алма орысша сөйлейді, мен қазақша сөйлеймін. Алмақ тезде сөйлесе мен ұқпай қаламын. Алма ақырын, медленно сөйлер, пожалуйста, что мен бірдеңе ұстап қалайын. Алма, да, ладно, конечно, өтіп кетіп, мен ұқпай қаламын. Бірақ бір нәрсеге сенім артып жүрдім. Алла береді, Алла береді. Иә, жаңыласың бұл бейісте, жаңылмайтын пенде жоқ. Жаңылатын жерде көтеріп алады, тағы спонсорларым болады. Айнұр ханым. Қалай жаңылдым? Бұлай жаңылдым, бұлайдан асып кеткен жаңылдым. Бірақ түзейтін спонсор бар. Сол түзейтін спонсорды тыңдай білші. Біз кейін керекетіміз ғой. Кер кеткен қазақпыз ғой, кер кетеміз ғой. Ары жүрсіз, бері жүреміз, бері жүрсе ары жүрдейді бәлеміз ғой. Сіздерге бері жүрмей мен түзеткен Айнұр. Иә, қапар айтпақшығасыздар. Қапар екеуі бірге ұқсаймыз деші. Или мен қырғыз болмайын, или сіз қазақ бол екеуі бірге жүректе. Көріп көсінші. Тура, мен де қызғандым. Ерлан аға әңгіме бар деп шақырмадық. Ойында түк ештеңе жоқ. Енді консультацияға шақырған шығар деген оймен бардық, отырдық. Бітті, тамақ ішіп болдық. Содан кейін ақшам төлейсің, жоқ мен өзім төлеймін, сіздер шақырдым ғой дейді. Ішінен қуанып қаласың ба, ақша болса да көремін.